Сәлем достар, сіздермен оңай медицина бүгінгі біздің влогымыздың жалғасы Уфа қаласындағы екінші күніміз. Ендеше видеомыз қызық болатын болса, соңына дейін қарауға кеңес беремін, және де назарларыңыз экранда болсын. Таңғы сағат 8-де жатақханадан шығып, барлығымыз бірге аялдамаға дейін бардық. Бізді ординатор күтіп алды. Содан кейін аялдамаға барғаннан кейін өзіміздің автобусымызды күтіп тұрдық. Шамамен 5 минуттан кейін автобусымыз келді. Содан кейін 30 рубль төледік. 8 остановкадан кейін біз өзіміздің діттеген жерімізге жеттік. Осы перинаталды орталықта оқитын боламыз. Орталықтың жанында осындай көз тартар өте әдемі ағаштардың өскенін байқадық. Бірақ та өкінішке орай бұл әдемілікті камера өте қатты жеткізбей тұр. Бірақ шын өмірде өте әдемі. Ал енді біз өзіміздің оқитын жерімізге, яғни больницамызға келдік. Осындай пакетке сумкамызды салып, сменкімізді ауыстырып, лифтіге көтеріліп, 4-ші этажға дейін лифтімен бардық. Халат, қалпак, сосын екінші аяқ киім және де маскамызды тағып, сақадай сай болып, біз өзіміздің дәрісімізге дайындалып келдік. Енді шамамен 9-дан кете біздің дәрісіміз басталды. Составляет где-то 36,7, 36,8 градусов, примерно так. Терезеден осындай өте әдемі көрініс береді, ал бұл біздің дәріс тыңдайтын кабинетіміз. Содан кейін шамамен сағат 11-дің арасында перекус жасауға келдік. Мен өзіме пирожки мен кофе алуды жөн көрдім. Содан кейін 15 минуттан кейін қайтадан дәріс тыңдауға кеттік. Здесь уже показан непосредственно биомеханизм родов. Вы видите, вот как. Қазіргі кезде қатын қыз деген термин, яғни бұл сөз қыздарға ауыр тиеді, ал ежелгі кезде қатын қыз деген сөз ол ханшайым не деген мағынаны біледі, жаңағы ханшайым деген мағынаны женский. Қазіргі кезде бұл сөз көп қолданбайды, өйткені ауыр болып естіледі да қыз баласына. Короче говоря, мен өзім знанием по русскому языку думаю нормальный, но оказывается нет. И наши знания по физиологии и по анатомии тоже. Ниже плинтуса. В общем, нам будет сложно, но я надеюсь, что мы справимся, что біз тананчики енок. Но это не точно. 4 сағатқа созылған біздің дәрісіміз аяқталды. Содан кейін біз үйге қарай жол тарттық. Біз этаждан адасып, бұлдашын қас. Міне, ағырке слишком ақылды. Этаждан адасып, қайта-қайта лифтіге мініп, үйтіп-бүйтіп, біз өзіміздің осы гардеробқа келіп, киімімізді ауыстырып алдық. Ал бұл біз оқитын больницаның сыртқы көрінісі. Таңертең жүрген аялдамаға қайтадан кері айналып барып, автобусқа отырып, жатақханаға қарай жол тарттық. Бұл жерде 35 рубль, яғни проезді. Ал бұл Уфа қаласының биік-биік зәулім ғимараттары. Жатақханаға қайтар жолда осындай өте ыстық піскен нанды, сосын шәймен ішуге бірнеше заттар алдық. Ал бұл жер жатақханамызға қарама-қарсы орналасқан. Сосын бұл жатақхананың бір ерекшелігі, яғни артықшылығы, осындай сыртқы кілтті өзіңмен бірге алып кетесің, яғни ешқандай комендант или вахтершыға тастамайсың. Келген бойда сразу шай қойып, шай ішіп алдық. Содан кейін 1-2 сағаттан кейін қайтадан жолға шықтық. Остановкаға қарай жол тартып, өзімізге қажетті автобусқа отырдық. Ал бұл автобуста проезд құны 35 рубль. Біз бүгін российский профессиональный клуб Уфаның орталық стадионына келдік, яғни нефтяник деп аталатын. Бүгінгі матч Уфа мен Махачкала арасындағы матч тартысқа толы болайын тұр. Енді соны көруге барамыз, тамашалауға баратынбыз. Осылайша нефтяник деп аталатын стадионға да келіп жеттік. Бұл стадионның көркі де және де аумағы да өте үлкен және де өте әдемі.
футбол барысында ауа райы да құбылмалы болып, осындай аппақ болып жапалақтап қар жауған болатын. Соны біліп бізде осындай қап-қалың болып киініп алып, қолғап та көрпешені де киіп дайындалып келдік. Ауа райы күрт салқындап кетіп, бірінші таймнан кейін осындай ыстық кофемен бойымызды жылытып алдық. Сонымен қатар осындай ыстық сосискалар сатады екен. Бұл шамамен 4 штугы 150 рубльдей. Енді футболдан шыққаннан кейін осы стадионның жанында өте әдемі парк бар. Енді шыны керек, бұл парктың әдемілігіне, жалпы табиғатына сөз жоқ. Өте әдемі, және де оның үстіне осындай аппақ болып жапалақтап қар жауып тұрғаннан кейін де жалпы табиғат та, ауа райы да өте әдемі болып тұрды. Бұл парктың ішінде жүргенде құдды бір ертегіде жүргендей сияқтысың, себебі жан-жағыңда үлкен-үлкен осындай шыршалар және де аппақ болып қар жауып тұрғасында өзіңді жеңіл, еркін сезінеді екенсің. Отпен ойнама, күйіп қаласың. Декішпен ойнама, сүйіп қаласың. Я хочу иметь способность невидимки. Я хочу способность дышать под водой. Я хочу читать мысли людей. Я хочу управлять людьми. Шынар, нан туралы айтып жүрсең. Нан туралы ма? Нан туралы айтатын болсақ, біз нан қымбаттап емес, бірақ біз өзімізге шүкіршілік етуіміз керек. Яғни біздің Ақтөбедегі нан 110 теңге, ал Ресей Федерациясындағы нан 320 теңге. Бізден 200 теңге қымбат. Біз шүкіршілік, так что шүкіршілік етуіміз керек. Это 38, это 60, 65. Үйге қайтар жолда жүрек жалғау мақсатында осындай өте дәмді бөлке нанды алдық. Бұл шамамен 32 рубльдің айналасындай. Содан кейін аялдамаға барғанға дейін осындай өте әдемі ғимараттармен таныстық. Енді аялдамамызға келіп жеттік. Біз осы жерден 167-ші автобусты күтіп жатақханамызға қарай жол тарттық. Ал бұл автобуста проезд құны 33 рубль. Негізі видеоның басында байқасаңыздар, проезд жалпы 30, 35 және 33 рубль деп әртүрлі бағаларды ұсынады екен. Ал негізі бұның жауабын білетін болсам, міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламын, яғни алдағы уақытта. Уфа қаласының бір фотосалонына барып, 3-4 суретке түсу үшін, яғни 3 фото 150 рубль, ал бұл бокал 350 рубль болды. Так, Тарик. Давай. Уфа қаласында өткен біздің екінші күніміз өте қызықты және де сәтті аяқталды. Көрмеген, білмеген және де танымаған жерлерді көріп, бір марқайып, бір қуанып қалдық. Және де осындай қызықты жерлерді жіберіп болмас үшін менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, сіздермен бірге болған оңай медицина.